Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз үш аю ертегісімен танысатын боламыз. Ертеде бір кішкентай қыз болыпты. Бірде ол орманға барып адасып кетеді. Қайтар жолды іздеп жүріп, қалың ағаштар арасында тұрған ескі үйге кезігеді. Есігі ашық тұр. Қыз ішке кіреді. Бөлмеде ешкім көрінбейді. Бұл үйде үш аю тұратын. Ең үлкені әкесі Михаил Иванович. Одан кейінгісі шешесі Настасия Петровна және олардың баласы кішкене қоншық. Үшеуі бұл кезде орман аралап серуендеп кеткен. Бөлме ортасында үлкен ағаш үстел мен үш орындық тұр. Үстел үстіне ас құйылған, үш ыдыс қойылған. Олардың біріншісі үлкен табақ, екіншісі орташа табақ, үшіншісі кішкене көк табақ. Әр ыдыстың қасында қасықтары жатыр. Қыз ең үлкен қасықты алып, үлкен ыдыстағы тағамның дәмін татады. Астың дәмі ұнамайды. Содан кейін орташа қасықпен екіншісін, кішкене қасықпен үшіншісін көреді. Бәрінен де оған көк табақтағы ас ұнайды. Қыздың қарны аш еді. Енді ол отырып тамақтану үшін өзіне орындық таңдайды. Ең үлкен орындық Михаил Ивановичтікі. Одан кішірегі Настасия Петровнанікі. Ал үшіншісі қоншақтікі. Кішкентай қыз ең үлкен орындыққа шығып, одан құлап түседі. Ортаншысына мініп еді, ыңғайсыз көрінді. Көңілінен шыққаны тек үшінші орындық. Қыз қоншықтың орындығына отырып, көк табақтағы тамақты ішіп алады. Қарны тойған ол кішкентай орындықты ары-бері шайқап ойнайды. Ақырында оны сындырып, өзі жерге құлайды. Қолымен қоншықтың қасығын қағып жібереді. Қасық ұшып барып, бұрышта тұрған сандықтың астына кіріп кетеді. Қыз орнынан тұрып, келесі бөлмеге кіреді. Бұл жерде үш төсек бар екен. Ең үлкені Михаил Ивановичтікі, ортаншысы Настасия Петровнанікі, ал үшіншісі қоншақтікі. Қыз ең үлкен төсекке шығады. Бұл оған тым үлкендік жасайды. Одан түсіп, ортаншысына жатады. Бұл биік көрінеді. Ыңғайлы болғаны үшінші төсек. Қатты шаршаған қыз осы қоншықтың орнына жатып, тәтті ұйқыға батады. Бұл кезде орманды аралап шаршаған әрі қарындары ашқан аюлар үйлеріне оралған еді. Ішке кірген олар алдымен тамақтанбақшы болады. Ең үлкен аю өз табағына қарап, жуан даусымен «Менің ыдысыма тиіскен кім?» деп ақырады. Настасия Петровна да ыдысына қарап, «Менің табағымды орнынан қозғалтқан кім?» дейді ашуланып. Кішкене қоншық жіңішке даусымен, «Менің тамағымды мүлдем ішіп қойыпты», дейді көк табақты қолына алып.
үлкен аю енді үлкен қасығын ұстап, менің қасығыма тиіскен кім? Деп ақырады жуан даусымен. Менің қасығымды орнынан қозғалтқан кім? Дейді Настасия Петровна. Қонжық жіңішке даусымен. Ал менің қасығым жоқ, дейді жан-жағына қарап. Михаил Иванович, кім менің орындығымды қозғалтқан? Дейді зор даусымен. Настасия Петровна, ал менің орындығыма отырған кім? Дейді налып. Оның дауысы үлкен аюға қарағанда жайырақ шығады. Менің орындығымды біреу тіпті сындырып тастапты, дейді қонжық жыламсырап. Аюлар ішкі бөлмеге кіреді. Менің төсегіме жатқан кім? Дейді Михаил Иванович ақырып. Ал менің төсегіме шыққан кім? Дейді Настасия Петровна басын шайқап. Ой, менің төсегімде біреу жатыр, дейді қонжық таң қалып. Аюлар қонжықтың төсегіне жақындайды. Маужырап ұйықтап жатқан кішкентай қызды көреді де, үшеуі жамырап, қара мұны, ұстаңдар, ұстаңдар, ұста оны деп айғай басады. Шудан оянып кеткен кішкентай қыз жанында тұрған үш аюды көреді. Қатты қорыққан ол ашық тұрған терезеден жерге секіріп түседі. Алды-артына қарамай қаша жөнеледі. Қызды ұстай алмаған Михаил Иванович, Настасия Петровна және кішкентай қонжық үшеуі артта қалады. Соны